Математика сабағымызды бастайық. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы ақша, теңге деп аталады. Бұл сабақта сен монетаның не екенін білетін боласың, монеталардың түрлерімен танысасың. Адамдарға күнделікті өмірде әртүрлі заттар керек. Олардың бір қатарын біз дүкенден, дәріханалардан, үйінен сатып аламыз. Сатып алу ол өз ақшанды дүкендегі заттарға айырбастап алу дегенді білдіреді. Еліміздің ұлттық валютасы теңге. Ақша, қағаз ақша және темір ақша болып бөлінеді. Металдан жасалған ақша монета деп аталады. Ал қағаздан жасалған ақша купюра деп аталады. 1993 жылы 15 қараша күні еліміздің ұлттық валютасы теңге айналымға енгізілді. Теңге сөзі математикалық тілде қысқаша ТГ деп жазылады. Яғни 2 теңге, 20 теңге, 50 теңге. Енді балалар, осы монеталарды салыстырып көрейік. Әрине, 1 теңгелік монета 10 теңгелік монетадан қандай болады деп ойлайсыңдар балалар? Дұрыс айтасыңдар, кем болады. Ал 2 5 теңгелік монета менен 1 10 теңгелік монета қалай деп ойлайсыңдар? Яғни балалар, 1 теңгелік монета 10 теңгелік монетадан кем болады. Ал 2 5 теңгелік монета 1 10 теңгелік монетаға тең болады. Себебі 2 5 теңгелік монетаның құны 10 теңгеге тең. Ал енді 10 теңге 2 теңге мен 1 теңгенің монеталардың қосындысынан артық болады. Ойлан, неше монета керек? 6 теңге болу үшін неше 2 теңгелік монета қажет? 40 теңге болу үшін неше 10 теңгелік монета қажет? 15 теңге болу үшін неше 5 теңгелік монета қажет? 6 теңге болу үшін 2 теңгеліктерден балалар бізге 3 монета қажет екен. Ал 40 теңге болу үшін 10 теңгелік монеталардан 4 қажет екен. Ал 15 теңге болу үшін 5 теңгелік монеталардан бізге 3 қажет екен. Себебі 3-5 теңгелікті қоссақ бізде 15 теңге шығады. Енді балалар, өшіргіштің тапсырмасын орындайық. Досым, 1 стакан айран 90 теңге тұрады. Ондай монета жоқ қой. Қалай төлеймін? Яғни берілген монеталардан 90 теңгені құрастырып көрейік. Оған 2 тәсіл бар. Бірінші тәсіл 20 теңгеліктен 2 алып, одан кейін 50 теңгелікті алсақ болады. Яғни 20-ға 20-ны қоссақ 40, 40-қа 50-ді қоссақ 90 болады. Немесе 2 5 теңгелік, 1 10 теңгелік, 1 20 теңгелік, 1 50 теңгелікті алсақ болады. 5-ке 5 қоссақ 10, 10-ға 10 қоссақ 20, 20-ға 20-ны қоссақ 40, 40-қа 50-ді қоссақ 90 теңге шығады екен. Жарайсыңдар балалар, енді оқулығымыздың 78-79 беттегі тапсырмаларды орындайық. Ал жұмыс дәптеріміздің 75-76 беттеріндегі тапсырмаларды өз бетіңше орында. Бүгінгі сабаққа қатысуыңды мынандай смайликтер арқылы бағала.